Құрметті студенттер, бүгін біз екінші дәрісімізді бастаймыз. Осы кезге дейін қазақ тарихының, қазақ мемлекеттілігінің тарихи алғышарттарын өттік. Ал бүгінгі тақырыбымыз қазақ ұлтының пайда болуы және қазақ хандығы деген үлкен тақырып. Бұл тақырыптың өзін біз арнайы мамандықтарда арнайы пән етіп өтеміз. Ал енді сегіз пәндерде сендерге осы 3 ғасырдың тарихи оқиғасын бір лекцияға сыйғызып өтуге келеді. Сондықтан да әңгімемізді барынша шолу ретінде айтып шығатын боламыз. Енді бірінші кезектегі мәселеміз. Біз қазақ тарихын неге осы қазақ хандығының құрылуымен бастаймыз? Өйткені қазақ деген атпенен қазақ халқы, қазақ мемлекеттілігі алғаш рет тарих сахнасына шықты. Сондықтан да біз қазақ ұлттық мемлекеттілігі дегенде осы қазақ хандығын айтамыз. Осыған қарап қазақ деген болмаған екен. Қазақ деген кешегі қазақ хандығының құрылуынан кейін пайда болған екен деген жаңсақ түсінік болмауы керек. Университет ашылған кезде бізге Түркиядан тарихшы профессорларымыз келді, солармен сұхбат жасаймыз. Сонда ол кісілер бізге таңғалып тұрып айтады: сіздер неге қазақ мемлекеттілігінің тарихын сонау сақтардан бері қарай бастайсыңдар? Қазақ хандығы 15-ші ғасырдың ортасында құрылды ғой. Неге содан бастамайсыздар? Дейді. Сосын біз оларға қарсы сұрақ қоямыз. Сіздер өз тарихыңызды қай кезден бастайсыздар? Біз селжүктердің билікке келуінен бастаймыз, яғни 13-14 ғасырда. Сіздерді дұрыс. Өйткені сіздер ол жерге орталық Азиядан бардыңыздар. Ал селжүктер билікке келгенге дейінгі кезеңнің кез келген төбесін қазсаң, астынан Византияның, Римнің ежелгі мәдениеттерінің іздері шығып жатыр. Ал біз 15-ші ғасырдың ортасында құрылғанымызбенен осы жердің кез келген төбесін қазсақ, ар жағында біздің өзіміздің бабаларымыз, Дешті Қыпшақтар, Қарахандар, Оғыздар, Түріктер, Ғұндар, Үйсін ханлар, тіпті арғы саққа дейін. Тіпті Андрон тайпалары деп белгісіз ат беріп қойған тайпалар, олардың өзі осы біздің арғы ата-бабаларымыз. Біз осы жерде өсіп өнген тұрақты халықпыз. Бұны ғылыми тілде автохтонды халық деп айтады. Міне осы уәжбенен олар сіздерге дұрыс екен дейді. Енді неге бұл мәселеге біз баса қатты мән беріп шегелеп айтамыз? Өйткені біздің тарихымызды отаршылар жазып берді. Арабтар жазды, парсылар жазды, одан кейін орыстар жазды. Ал олардың барлығы да біздің тарихымызды өз мүддесіне қарай жазды. Саясат деген өте бір сайқал мінезді құбылыс. Неге олай дейміз? Міне, солар осы жерлердің тарихын жазып отырып, өздерінің болашақтарына негіз қалап кетті. Ол қандай негіз? Сонда орталық Азиядағы халықтар дейді, бұлар Сібірден, Моңғол үстіртінен көшіп келген. Ал бұл жерде мекендеген сақ тайпалары парсы тілді болды дейді. Парсы тілді. Бұл не әңгіме? Бұның әңгіменің астарында жатқан бұлар автохтонды халық еді. Күндердің күнінде ол біздің жеріміз еді деп ол жерді даулауға моральдық құқық қалдырады. Мынау осы саясат қазіргі кезде біздің солтүстіктегі көршіміз Ресейдің тарапынан да көрініп тұрады. Ресейдің саясаткерлері, оны кейінгі сабақтарымызда айтамыз.
депутаттар басқалар солар айтады, Қазақстан деген мемлекетті СССР құрып берді, Ленин, Сталин құрып берді, оған дейін қазақ мемлекеті жоқ еді деген әңгімені айтты. Ал шын мәнінде бұл әңгімені айтудың себебі неде? Себебі, ол жерді Қазақстанға Кеңес одағы арендаға берді, болмаса сыйға тартты. Бұның мәнісі не? Бұның мәнісі күндердің күнінде сенің жеріңді жаулап аламын деген мәселе. Дәл осындай мәселе Қытайдағы саясаткерлердің аузынан шығып жатыр. Біз жошы ұлысы дегенді көтердік. Жошы ұлысы қазақ хандығының негізін қалады дедік. Қытайдың тарихшылары, саясаткерлері қолын шапалақтап тұрып қуанды. Дұрыс айтады қазақтар. Қазақтың мемлекеттілігі жошы ұлысының аумағында құрылды. Ал мынау Қазақстанның оңтүстігі, шығысы, үгедей ұлысының аумағы еді. Ол біздің жеріміз. Көрдіңдер ме? Тарихты осылай саясатқа айналдыру деген үлкен мәселе. Жақсы, енді қазақ хандығының құрылуына келейік, қазақ атауына келейік. Қазақ деген атаудың мынау ғылыми түрінде алған 14-15 анықтамасы бар. 14-15 анықтамасы бар. Соның ішінде мынау халықтық этимология, яғни халықтың өздері ойдан шығарып алған деген сияқты. Ол халықтық этимологияға кішкене тоқталып кетейік. Мысалы, Қоңырат деген тайпа бар. Қоңырат қайдан шықты? Адамдардың барлығы Қоңыраттан мініп алып шығара берген екен. Сосын олар Қоңырат атанып кетті. Бұл жаңағы халықтық этимология. Осы сияқты басқа да ру тайпаларға байланысты кездеседі. Міне, дәл осындай қазақтың ауызекі шежіресінде халықтық этимология бойынша ақ деген сөз ақ қаз дегеннен шықты дейді. Ақ қаз. Ертеде бір жауынгер жалғыз өзі қалып, жараланып, өлімнің арасында жатқан уақытында кеудесіне бір ақ қаз келіп қоныпты деп келді. Содан қаз ақ осылай шықты. Енді оны филологиялық тұрғыда да түсіндіретін жерлер бар. Қассақ, нарсақ дегенді білдіреді. Қассақ дейді. Осындай этимология бар. Ал енді мынау қазақ жерінде келген арабтың саяхатшылары жазып кеткен жер бар. Қазақылық. Қазақылық деген еркіндік деп кетеді. Оны қарақшылық, бұзақылық деп те біздің шетелдік тарихнамашыларымыз жазып жатыр. Мәселенің барлығы оны біле емес. Қазақ деген атау мынау Үйсін заманынан бар. Үйсіннің қызы Қытайдың әміршісіне ұзатылған кезде сонда пайда болған бір жыр бар екен. Сол жырда айтылады. Бұл біздің заманымыздың 3-4 ғасырлары ғой. Қазақы арба мінгізіп деп айтады. Осы сөз қазақы арба мінгізіп. Енді мәселе бұл атауда тұрған емес, мәселе осы мемлекетке біз қалай ие болдық. Міне тарихи процесс дегенді мен сендерге өткенде айтып кеткен. Бір процесс басталуы бар, шарттау шегі бар және аяқталуы бар. Бұл процесс үнемі жалғасып жатады, біріне бірін жалғасып кетіп жатады. Бір процесс аяқталып жатқан кезде жаңа процесс соның құрамында басталып жатады. Міне осы процесс деген ұғымды біз ұлттың, этностың пайда болуы жөнінде айтқанбыз. Тағы да айтылып кетейік. Сақ қоғамы ол қалыптасты, дамыды және ыдырады. Ол сақ ыдыраған кезде қаңлы қоғамы дүниеге келді. Қаңлы мемлекет.
Tanrыларды үйсіндерден ғұндардан түріктер. Міне, бір процесті алмастырып жатыр. Міне, осылайша мына Дешті Қыпшақ деген жерде Ұлан Ғайырдалыда Қыпшақ түрік тілінің өзі үш бағыты бар ғой. Соның ішінде Қыпшақ диалектісі қалыптасты. Дәл осы кезде Дешті Қыпшақ даласында Жошы ұлысы деген алып империя құрылды. Бұл Жошы ұлысын Батыс Европалықтар, орыстар Алтын Орда деп атаған. Ал біздің дәстүрлі әдебиетімізде бұл Жошы ұлысы немесе ұлық ұлыс деп айтылады. Біз осы Жошы ұлысы деген терминге тоқталғанымыз дұрыс болады. Міне, осы Жошы ұлысы Алтын Орда кезеңінде де үлкен тарихи процестер жүріп жатты. Тарихи процесс деген қазанның қайнап жатқаны сияқты. Қазанның қайнағанын білесіздер, өлең ауылда өстіңдер ма? Жоқ, тек плитаменен қазан қайнап өстіңдер ма? Қазан қайнағанда бұрқ сарқ етіп төгіліп жатыр, тасиды, су алып қалады. Міне, дәл осы сияқты Алтын Орда ұлысы мемлекеттердің, ұлттардың пайда болуының инкубациялық кезеңі еді. Яғни, осы Алтын Орданың кезіндегі этникалық, саяси процестерге байланысты этностар дамыды, қалыптаса бастады. Міне, осындай кезде саяси жағына мән берілмей, осы кезде Алтын Орда барынша күшейді, шарықтады. Дегенменен Алтын Орда өз ішінде жеке-жеке ұлыстарға бөлінді. Алтын Орда, Ақ Орда, Көк Орда, Сібір хандығы, Астрахан хандығы, тағызда. Міне осы кезде орасан зор бөлікті билеген Ақ Орда менен Әбілқайыр хандығы екеуінің арасында текетірес болды. Әбілқайыр хан 16 жасында таққа отырды. Ақ Орданың ханы орыспенен шайқасып, орыс хан өлді. Сонымен Ақ Орда Әбілқайыр хандығына кіріп кетті. Енді бұл жерде мынау батыстың тарихшылары Алтын Орда ыдырағаннан кейін ондай мемлекет, бұндай мемлекет, анау болды, мынау болды деп айтып жатыр. Мәселе олардың көзқарастарында. Бұл мемлекеттер жаңа мемлекеттер емес еді, ешқандай да жаңа мемлекеттер емес. Ол мемлекеттерде билеуші әулет ауысты. Билеуші әулет дегеніміз кім? Мысалы, Жошы ұлысының билеушілерінің барлығы да Жошыдан тарады. Жошының өзі неше баласы бар? Білесіңдер ғой. Сол Жошының Орда Ежен деген баласы бар, Тоқай Темір деген баласы бар, кішкентай Шайбани деген баласы бар. Міне, осы Орда Еженнен тарағаны жаңағы орыс хан, Тоқай Темірден бастағаны тағы басқалар, ең кішісі Шайбаннан тараған. Ол Шайбанның ұрпағы біз қойып отырған Әбілқайыр хан. Міне енді демек Әбілқайыр хандығы бұны көшпелі өзбектер мемлекеті деп атаған, ол да бөлек атау. Бірақ дегенмен бұның барлығы сол қазақ хандарының түпкі негізі, мемлекеттік негізі болды. Тек әулет ауысты. Бір жылдары Тоқай Темірдің ұрпағы, бір жылдары Орда Еженнің ұрпағы, соңғы жылдары біз айтып отырған Шайбанның ұрпағы басқарды. Міне осы кезеңде Әбілқайыр хан өзі 40 жыл мемлекет басқарған. 40 жыл мемлекет басқару деген өте ауыр ма, ауыр жұмыс бар. Оны 30 жыл басқарған адам көрдіңдер ғой, иә? 30 жыл басқарған адам мемлекетті қандай дәрежеде бар. Міне 40 жыл басқарған Әбілқайыр хан да сол саяси қателіктер жіберіп жатты. Енді қазақтың ауызша деректемелерінде мынадай аңыз айтылады. Ол аңыз қандай? Мына Әбілқайыр ханның
әскери элитасының барлығы Қыпшақ тайпасынан болған. Әскердің бас бөлігі Қыпшақтар болған. Ал осы кезде Әбілқайыр ханға оппозициялық топ болған. Ол топты Арғын Ақжол би деген басқарды. Міне осы өштесіп жүрген Әбілқайырдың бас қолбасшысы Қорланды менен Ақжол би далада кездесіп қалады да, Қорланды батыр Ақжол биді ұрып өлтіріп қояды. Осындай кезде Ақжолдың әкесі Қодан Тайшы деген жыршы дегеніміз ғой. Сол айтты деген мындай жыр сақталған. 80 асып 90-ға таянғанда үзілгендей болды-ау менің жолымның, қара Қыпшақ Қорланды да нең бар еді қолымның деп Қодан Тайшы жаңағы Ақжол биді жоқтап өлең айтқан екен. Міне сол Арғын ұлысының билеушісі Жәнібек пен Керей халықтың талабын қойып Әбілқайырға айтады: бізге Қорландыны бер. Сонда Қорландының орнына 3 адамның құнын беремін, Ақжолдың орнына дейді. Оған келіспейді. Міне осылайша бір ұлыстың ішінде сепаратистік ағым пайда болды. Сөйтіп Жәнібек пен Керей Әбілқайырға өкпелеп, өштесіп, Атырау жайықтың бойынан мына жақта Шудың бойына көшіп кетті. Шудың бойында қандай мемлекет еді? Моғолстан мемлекеті. Бұл Моғолстанда түрік мемлекеттері болады, мемлекеттің бірі болады. Міне сол Моғолстанның шығыс жағына барып қоныстанды. Міне осылайша Әбілқайырдан шығып кеткен ел қазақтылық жасап кетті, қазақ болып кетті деген әңгіме айтылды. Қазақ. Міне осылайша алғашқы кезде Қазақ ордасы деген құрылды. Қазақ ордасы. Бұл Қазақ ордасының астанасы осы жерден 90 шақырым Созақ деген орта ғасырлық қала бар. Созақ қаласы орталығы болды. Одан ары қарай Шудың Қозбасы деген жеріне шатырын тікті, басталды. Ол ары қарай кіріктер сендерге белгілі. Міне енді қазақ хандығын басқарған Жәнібек пен Керей. Сол қазақ хандығының 550 жылдығының қарсаңында Жәнібек пен Керейге Астанадан ескерткіш тұрғызатын болды. Сондай кезде конкурс жариялағанда бір үлгі озып шығыпты. Сөйтсе Жәнібек пен Керей екеуін бөліп тастауға болмайды, екеуі бірге айтылатын адамдар. Екеуін де таққа қатар отырғызып қойыпты. Олар екеуі бірлесіп билеген жоқ. Бөлек-бөлек биледі. Әуел Жәнібек, одан кейін барып Керей хан болды. Міне, осы мәселенің тарихшылар тарапынан айтылса, сөйтіп Жәнібек отырған, Керей түрегеп тұрған күйінде ескерткіш қазір Астанаға барғандар бар ма? Үйге бармадыңдар сендер Астанаға. Астанаға барсаңдар сондай ескерткішті көресіңдер. Біреу неге отыр, біреу неге түрегеп тұр деп ойламаңдар. Ойлауға болмайды. Өйткені бірінші Жәнібек, екінші Керей. Міне осы біздің қазақ хандығының пайда болуы. Біз мұны айтамыз, қазақтың өз атауыменен ұлттық мемлекеттілігінің қалыптаса бастауы дейміз. Міне осыдан ары қарай қазақ хандығының өрлеу, шарықтау кезеңі басталды. Мырза Хайдар Дулати деген нәрсе бар. Дулати. Сол Дулатиді біз қазақ тарихының қалыптасуына байланысты жиі еске аламыз. Оның Жамиғат Тауарих деген, Тарихи Рашиди деген жазбасы бар. Парсы тілінде жазылған жазба. Сол жазбаның ішінде қазақ хандығының құрылуының нақты датасы көрсетіледі. Бұл біздің қазіргі
жаңа жыл санауымыз бойынша 1000